оқушылар. Отырайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қышқыл негіз тұздардың электролиттік диссоциациясы. Енді тақырып бастамас бұрын біз топқа бөлінейік. Қазір топ бойынша өздеріміздің орнымызға отырайық. Тез-тез. Енді үй жұмысын орындайық. Ол үшін бізге ұялы телефон керек. Ұялы телефоннан мына QR кодты электролит дегеніміз не? Электролиттік диссоциация дегеніміз не? Келесі. Арениус теориясы бойынша әлсіз қышқыл. Электролит тұздар қандай байланыспен байланысқан? Электролит диссоциация теориясын негізін қалаушы. Өзіңіз жазыңыз. Болдық па? Енді көрейік. Арай, молодец. Арайға мен. Арай бізде 31 балл. Кім Арай? Қайттық. Кім? Ақылбек. Кім? Алғашқы үшеуіне Назерке. Кім? Одан кейін Бауыржан, Айтқали, Айбын. Қолдарыңыз көтере қойыңызшы. Мына нені жинаймыз сосын. Кімде көп, сол бағаланыр. Бауыржан, Айтқали, Айбын. Кім Айбын? Енді осылай үй жұмысын алдық. Оқушылар, бүгінгі жаңа тақырыбымызды ашу үшін мен сізге сұрақ қоямын. Кім жарық шашады? Осының ішінде кім жарық шашады? Қалай ойлайсыңдар? Электролит дегеніміз не? Мынаның ішінде электр тоғын өткізетін қайсысы? Натрий уаш, тұз, лимон қышқылы. Ал спирт электр тоғын өткізе ма? Кел соны тәжірибе жүзінде көрсетейін. Яғни мынау біздің электротымыз. Кел Алипов, маған көмектес. Мынау кәдімгі тұз, балдар? Міне, кәдімгі тұз. Электр тоғын өткізбейді. Енді, мына тұзға не қойдым? Электр тоғын өткізеді. Енді, мына физраствордан ала қой. Маған мынаған құйып бере қой физрастворды. Ана жерден құйып, асқынтай қоя қой, сол жерге. Көрейік. Біздің күнделікті қолданып жүрген физрастворымыз. Электр тоғын өткізіп тұр. Енді мынау үйде күнде қосатын песок. Соны көрейік. Электр тоғын өткізе ма? Органикалық зат электр тоғын өткізбейді. Және спирт. Спиртті мен мынаған құйайын. Көреміз. Электр тоғын өткізе ма, өткізбей ма? Өткізбейді. Қантымызды да қояйық мұнда.
электр тогын өткізбейді. Яғни электролит дегеніміз не? Суда ергенде, балққанда электр тогын өткізетін. Мынау біздің әлсіз қышқылы, я, лимон қышқылы. Оны да тексеріп көрейік. Так, жерге қоямыз. Мынаған қойық. Міне, әлсіз өткізіп тұр, я? Мынауымыз күшті өткізетін еді. Мынауымыз әлсіз өткізіп тұр. Яғни әлсіз электролиттер. Түсіндік қоя, электролит дегеніміз не? Суда ергенде немесе балқанда электр тогын өткізеді. Отырау. Енді оқушылар есік жауып жібересіздер ме? Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз бірінші зертханалық жұмыс ерітіндінің қышқылдығы мен сілтілігін ажырату. Қышқыл дегеніміз не, сілті дегеніміз не, ажыратамыз. Бізде электролит 3 түрі бар дедік та: қышқыл, сілті, тұз. Негіз қышқыл, сілті, орта және қышқылдық тұздардың электролит диссоциациялау теңдеулерін құрастырып танысамыз. Енді мынау бізде қышқылдар. Қышқылдар дегеніміз суда ергенде сутек катионы мен қышқыл қалдығына ыдырайтын электролиттерді айтады. Егер де біздің қышқылымыз бір негізді қышқыл болса, ол бір сатымен жүреді. Яғни бір негізді қышқыл. Ал екі негізді қышқыл дегеніміз екі сатылай жүреді. Яғни сутектің екеуі бар деген сөз. Түсініктік қой, екіншісі гидроксид дегеніміз. Негіз дейді. Ода қандай функционалдық топ бар? OH гидроксид тобы бар. Бізде гидроксид дәл сондай. Бір негізді гидроксид болса, бір сатымен жүреді. Екі негізді гидроксид болса, екі сатымен диссоциацияланады. Одан кейін бізде тұздар. Тұз дегеніміз кәдімгі не? Натрий хлориді. Ол диссоциацияланғанда металл катионы мен қышқыл анионына диссоциацияланатын өнім. Осындай электролиттермен таныстық. Енді номері бірінші зертханалық жұмыс біздің алдымызда осымен тәжірибе жасаймыз. Енді бізге балалар бірінші зертханалық тәжірибеде табиғи индикатор қолданамыз. Табиғи индикаторға біз мына 40 қабатты капустаны аламыз. Осы капустаны ыстық суға ертіп, біз индикатор жасап аламыз. Міне, сіздің алдарыңызда тұр. Бәріміз бірге осын жасайық. Мынандай нелеріңіз бар. Соған алдыңызда не бар? Уксус бар, біреуімізде яблочный уксус бар, кәдімгі уксус бар. Ашып, жаймен де құяйық. Жасаймыз. Печаткамыз кейік жасайтын адам. Өзіміз жасайық. Жасайық, тез-тез. Мынаның біреуіне песок салынды, біреуіне шампунь құйың, азғантай. Біреуіне мынандай салың. Келін, бірге жасаң, жақындап. Сөйтіп 5 ыдыс қойыңдар. Құттай құйтамыз. NH4 хлор сал біреуіне. Біреуіне жаймен уксус құя қой. Жаймен. Сосын pH-ын анықтаймыз. Сіздер де тез-тез құйың. Біреуіне уксус құйдыңдар ма? Азғантай қойғанда болады, кішкене. Надан сал. Міне суымыз бар. Суда ертіп алайық, тұзды ертіңдерді. Мынау порошок. Бір қасы сал. Сосын біліп отырым, мынау. Мынауың порошок екенін біліп отыр, сал порошокты. Мына ертінді, суда ерт. Порошоктан қапарайын. Мынау порошок, жаттауы. Мынаны ертме суда. Порошок салыңыздар. Көп сал жеріңдер ол. Порошок сал. Уксус құйдыңдар ма? Надан қой. Суда ер. Надан алып сал. Наған сал. Мынау бізде күкірт қышқылы. Мына уксустан құйдыңдар ма? Аз қойғанда өтініп қазір. pH бізде не зат ол? Сутекті көрсеткіш. 1-ден 7-ге дейін қандай орта бізде балдар? Қышқылдық орта. Міне алдымызда мынандай
тәжірибе жасайтын затымыз тұр. Ал 7-ден 14-ге дейін сілтілік орта. Паш жетіміз неше болады, балдар? Бейтарап орта. Енді келіп мына жерге біреуіміз келіп тұрайық, жаңағыларды қойың былай. Мынаны суда ерт. Орнымыздан тұрайық. Берген. Біреуіміз жаса. Мынаны ертін жаса. Енді біздің индикаторымызды құямыз. Қандай түске өзгердің? Сосын табамыз. Мына суретке қарап, біз табамыз. Жаймен, оған қоймайсың. Мынаны үстіне қоясың. Мынаны ертшеш суда. Үстіне тамызамыз. Мә, су. Жаңа тұзы ертіндеріміз, суда ертеміз. Тоқта, суда ерт аналар. Енді алып, мынадан құя ғой. Бір-бірден. Мынауымыз не ет біздің? Жаңа? Нені ерттік бұған? Тұз. Иә, құя ғой. Қандай түс болды? Жасыл түс болды. Иә, мынаны порошокты көрейік енді. Қандай түс болды? Жасыл түс болды. Мынауымыз не? Шампунь. Қандай түс болды? Күлгін түс болды. Мынау біздің уксусымыз. Кішкене құйып, нормально. Болды. Яғни, біздің уксусымыз, қараңыз. 1-ден 7-ге дейін қандай орта? Қышқылдық орта, иә? Қызылын беріп тұр. Мынаны қараң, порошогымызды қараң. Барлық жуғыш заттар қандай орта еді? Сілтілік орта, міне. Қандай түс беріп тұр? Сілтілік орта беріп тұр, иә? Енді, мынауымыз жуғыш зат қандай орта? Сілтілік орта. Мынау? Ол да сілтілік ортаға жатады. Бізде не? Шампунь, сода, тұз, уксус бар, түсіндік қой, индикатор қандай орта екен табиғи индикатормен анықтаймыз. Соны енді дәптерге жазамыз. Мына қағазымызға бірігіп толтырамыз. Сосын мен сендерге реакция теңдеуін беріп едім. Осы реакция теңдеуін бірігіп жазамыз. Мынаны толтырамыз. Қандай зат алдық? Шампунь, ертіндіміз шампунь. Түсі қандай? Түсі қандай болды? Күлгін. Соны жазамыз. Орташы, паш ортасы. 7-ден үлкен. Сіздер де жасадыңдар ма? Әдемі болып шықты, Мынау не зат бізде? Порошок, Мынау? Шампунь. Мынау? Сода. Қандай сода? Уксус. Жоқ, сода. Уксусымыз біздің. Мынауымыз? NH4 хлорма, аммоний хлориді, Яғни осы арқылы біз не таптық? Индикатор арқылы паш ортасын таптық. Мынау қандай орта? Сілтілік орта. Мынау қандай орта? Біздің уксусымыз. Қышқылдық орта. Міне, қызыл тұр ғой, қышқылдық орта. Өте не? Мынау қандай орта? Сілтілік орта. Осылай пашын анықтаймыз. Енді осы анықтаған заттарымызды мына кестеге толтырамыз. Ал оқушылар, қай топ болды? Сіз айта қойыңыздар. Натрий хлориді десоциацияланған
диссоциацияланған кезде натрий анионы мен катионна және хлор анионына диссоциацияланады. және де күкірт қышқылы екі диссоциацияланған кезде екі саты бойынша жүреді. дұрыс. Және де натрий гидроксиді натрий катионна мен гидроксид анионына диссоциацияланады. Иә. Кестені толтырдық па? Бірінші зертханалық жұмыстар шампунның түсі, табиғи индикатор түсі күлгінге айналып, Иә. pH ортасы 7-ден үлкен болды. Сустың түсі қызылға еніп, pH ортасы 3-ге тең болды. Иә. Соданыкі жасылға тең болып, Ол бізде сілтілік ортаны көрсетеді, иә? 7-ге тең болып, 7-ден үлкен. ал тұз күлгін түске енген, бұл бізде 7-ден Жақсы, жарайсыңдар. Келесі топ. Кім айтады? Айта ғой. Біз ерітінділерді жасаған кезде аммоний хлориді екеуі табиғи индикатор түсі күлгін түсті берді. pH ортасы 10-ға тең болды. Яғни қандай орта? Ол Сілтілік орта. Иә. Ерітінді уксус, оның табиғи түсі қызыл түске енді. Индикатор түсі, иә. Индикатор түсі. pH ортасы 3-ке болды. Иә. Яғни қандай орта? Қышқылдық орта. Жарайды. Жақсы. Келесі реакция теңдеуін кім айтады? Айта ғой. Бірінші барий гидроксидін диссоциацияланған гидроксидін диссоциацияланған кезінде бұл жерде барий уаш Неше саты бойынша жүреді? 2 саты бойынша. Екі саты бойынша. Тегі бұл жерде Екі негізді қышқыл, иә. Екі негізді деген. барий уаш плюс уаш минус. Екіншісі барий уаш диссоциацияланғанда барий 2 плюс қосылған уаш минус. Астындағы қандай зат? Тұз қышқылы? Бұл жерде диссоциациялану дәрежесі Диссоциацияланғанда тек бір саты H плюс қосылған хлор минус. Литий хлориді бұлда бір саты бойынша жүреді. Литий плюс хлор минус. анионна, катионна көреді. Натрий хлориді натрий плюс қосылған хлор минус, ал H2 Натрий катионы, плюс болса катион, хлор болса анион, минус болса, иә. H2 СО4 күкірт қышқылы, H2 СО3 катионы қосылған СО анион. Мына жерде бізде қате шықты. H-тың өзі шығады, H SO4 ионна және H плюс SO4 2 минус ионна. Бір қатеңіз бар. Натрий плюс OH минус ионна ыдырайды. Балдар түсіндік қой, диссоциациялану теңдеуін жазып білеміз. pH индикатормен тауып үйрендік, иә? Қышқылдық орта, сілтілік ортаны тауып үйрендік. Енді жұмысымызды бір бекітіп жіберсек, бізде электролиттен қандай заттар еді, балдар? Енді барлықтарыңызға бір конфеттен, қазір кімнің конфеті көп болады, сонымен бағалаймыз. Енді, балдар, қазір топ бойынша жұмыс жасаймыз. Бір топқа сілтілерді берем, негіздерді. Екінші топқа тұздарды берем. Осы топ бойынша кім бірінші ұшпұрыш жасайды? Сол қоңырауды басып, бал жинаймыз. Ортасын ашайық. Бәріміз бірге жұмыс жасаймыз. Кальций гидроксиді, астында кальций гидроксидінің жауабын табамыз. Сөзбен жазылған. Мұнан. Кальций SO4, барий сульфаты, бізде қайда барий сульфаты? Осылай астына түсіреміз. Натрий бромиді. Ал кеттік. Минут засекать етем. Минут жүргізем.
Қайсы болды? Қай топ болды? Молодец. Кәне тексерейік. Жарайсыздар. Дұрыс. Қайсы екінші топ сіздікі қандай? Таптыңыз ба барлығын? Басыңызшы. Молодец. 4-еу, 5-еу, 6-ау. Енді оқушылар, сабақ бүгін қызықты болды ма? Түсіндік пе? Немен таныстық? Қышқылдық, сілтілік орталармен таныстық. Сосын электролитпен тоқ өткізе ма, өткізбей ма? Таныстық, бейэлектролиттерді көрдік. Бейэлектролиттерге не жатады сонда? Не істейді? Өткізбейді. Электролиттер электр тоғын. Паш көрсеткішпен таныстық, сутектік көрсеткішпен, немен? Сілтілік ортамен, қышқылдық ортамен. Енді осы кері байланыс ретінде маған ақ қағаз қойып едім. Соған спичкамен неңіз тұр ғой? Бәріңіз бір-бір қағазға сурет салыңдар. Спичканы батырып, смайликтеріңіз салыңдар. Қағаз сабақ ұнаса. Біреуін көрсетіп жіберейін енді. Қазір көрсетем. Мынаны аласыздар, беткен бір смайлик саласыңдар. Бір екеуін салсам болады. Сіздер де міне. Мынаны батырасыз жаңа спичкамен. Яғни сабақ ұнады. Сабағымыз ұнаған реакциялар. Сабағымыз ұнаған. Яғни балдар, куркума деген индикатор, оның құрамында негіздік қасиет көрсетіп тұр. Куркумин деген затымыз. Натрий уашқа үстімен сүрткенде бізге осындай белгі көрсетеді. Яғни бұрында осындай жазумен жазған. Ертеде не істеген. Сондай хат жазуға болады, мысалы көрінбейтін хаттар. Бізде жоғары балл алған Ақнұрда 6 конфет, молодец, 5, Нұрсұлтанда 5 конфет. Кімде неше конфет? Арайда 4 конфет, молодец, 5. Жақсы қатысып отқан Құралайда 6 конфет, 5. Айтқалида 4 конфет, 5. Сізге 4 конфет, 4. Ал оқушылар, бүгінгі біздің үй тапсырмамыз осы жазып аламыз. Осымен сабағымыз аяқталды.